Nokia телефондары, кодек фотоаппараттары, Skype. Бұрын өзіміз белсенді қолданып жүріп, бір күндері жоқ болып кеткен заттар. 2000 жылдары олар танымал болғанда, бүгін жоқ болып кетеді деп кім ойлаған. Бірақ уақыт өте әлемде үлкен өзгерістер болады. Онымен бірге біз күнделікті қолданып жүрген заттар да өзгереді, немесе мүлдем жоғалып кетеді. Бірнеше минутқа болса да, 2000 жылдардың алыптарын бірге еске түсірейік. Кезінде ұялы телефондар әлемінде үстемдік кетті. Nokia телефондары инновация мен сенімділіктің белгілері болды. Бірақ тарих бізге үйреткендей, тіпті алыптар да сүрініп, құлап кетуі мүмкін екен. Nokiaның қателігі, олар үйреншікті пайдаланушылар тәжірибесін түбегейлі өзгерткісі келмеді. Олар бағдарламалық жасақтаманың және смартфонға көшудің маңыздылығын дұрыс бағаламады. 2007 жылы iPhone шыққанда, Nokia өзінің мықты дизайны әлі де тұтынушылардың көңілін жаулап алады деп сенген. Сондықтан олар камера, батарея мен экранды жақсартуына бар күшін салып, ұялы телефонның бағдарламалық жақтамасына мән берген жоқ. Оларда өзінің Symbian атты операциялық жүйесі болған. Бірақ ол сол кездегі iPhone мен Androidқа қарағанда ескіріп кеткен жүйе болды. Nokia өзінің платформасы үшін қосымшалар жасап бере алатын әзірлеушілерді тарта алмады. Бұл iPhone және Androidпен салыстырғанда, олардың телефондарын одан сайын тартымсыз қылды. Ақыры 2008 жылы Nokia Maemo платформасын жаңартты. Алайда бұл тым кеш болды. Бұл уақытқа қарай iPhone мен Android нарықты жаулап алып, тұтынушылар көңілін таба білді. Nokia бұл жарыста артта қалды. Nokia телефондарын сатылымы күрт төмендеп, қазір оларда сатылымда тіпті көрмейміз. Kodak 20 ғасырдың фотография мен бейне түсірілім әлемінде ең танымал компания болған. Kodak кезінде фото, бейне түсірілім саласына революция алып келген еді. Бұрын камералар тек ірі компаниялар үшін ғана қолжетімді болса, Kodak әр отбасыны, әр адамды тиімді бағаға портативті камералармен қамтамасыз етті. Қаншалықты табысты ірі компания болғанмен, Kodak та сәтсіздікке ұшырап қалды. Ал 2012 жылы өзін банкрот ретінде жариялады. Kodak-тың бизнес моделінің негізгі идеясы мынада болған: адам тиімді бағамен камераларды сатып алады. Бірақ сосын оған шығындары көп фотопленкалар мен арнайы сурет шығаратын қағаз, тағы басқа аксессуарлар сатып алуға тура келеді. Осылайша Kodak өзіне жақсы табыс түрін құрып алды. Бірақ уақыт өте келе пленкалар мен қағаздардың керегі жоқ бола бастады. Бұл 1975 жылы цифрлық фотоаппараттардың пайда болуымен байланысты. Алайда Kodak саладағы бұл өзгерістерге тиісті көңіл аударған жоқ. Егер цифрлық фотоаппараттар пайда болысымен пленкалар мен қағаз енді керек болмаса, Kodak үлкен табыс көзінен айырылатын еді. Сол себепті Kodak цифрлық фотоаппараттардың дамуына мән бермеді. Сол уақытта Жапон компаниясы Fujifilm керісінше цифрлық фотоаппараттарды өндіре бастады. 10 жыл бойы Kodak өз кинокамераларын жарнамалап, сатуға тырысты. СМИ және маркетинг тобының кеңестеріне тыңдаған жоқ. Осылай ол 10 жылды босқа кетірді. Kodak цифрлық камералардың маңыздылығын түсініп, олардың өндірісін бастағанда тым кеш болды. Басқа компаниялар нарықта әлдеқашан өз орындарын алып алған. Бір кезде ол DVD және бейне ойындарды жалға беретін дүкендермен танымал ойын-сауық индустриясының ірі ойыншысы болған. 1985 жылы негізі қаланған компания тез өсіп, бүкіл әлем бойынша 9000-нан астам дүкені бар әлемдегі ең ірі бейне жалға беру желісіне айналды. Көбісі блокбастер технологиялар өзгеріп, стримдік платформалармен пайда болғаннан құлдырады деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл оның жалғыз себебі емес. Netflix-тің өзі де кезінде блокбастерге өзін сатып алу ұсынысымен келген еді. Бірақ блокбастер басшылығы бұл ұсынысты байыпты қабылдаған жоқ. Блокбастерден адамдар кассетаны, DVD дискті жалға алып, уақытылы қайтару керек болған. Егер уақытылы қайтармаса, айыппұл төлеген. Ал Netflix стримдік қызмет пайда болғанға дейін DVD дисктерді поштамен жіберген. Бірақ блокбастер сияқты айыппұл төлетпеген. Netflix-тің қолданушы дискті қайтармағанша басқасын ала алмайды деген ережесі болған. Blockbuster биржада акциялары сатылатындай үлкен компания болған. Есептерге сенсек, Blockbuster кірісінің негізгі үлесі кассета мен дисктерді жалға беруден емес, дәл осы айыппұлдардан келетін. Яғни Blockbuster өзінің айыппұл төлеу жүйесін алып тастаса, өз табысының 4/3 бөлігін жоғалтар еді. Бұл өз алдында компания акцияларының төмендеуіне алып келетін еді. Сол себепті Blockbuster айыппұлды алып тастай алмады. Ақыры Netflix оларды нарықта озып кеткен соң, айыппұлды алып тастауға тура келді, бірақ кешігіп қалды. 2003 жылдан 2005 жылға дейін Blockbuster, Netflix және Redbox сияқты компаниялардың бәсекелестігі артқан сайын нарықтық құнының 75%-ын жоғалтады. Blockbuster'дың жылдық кешіктірілген төлемдері $500 миллион қысқарады.
2002 жылы пайда болған бұл қосымша барлығымызға үлкен арақашықтыққа қарамай жақындармен көрісіп сөйлесуге мүмкіндік берді. Қарқынды дамып, әлем бойынша 3 миллиондай қолданушылары болды. 2005 жылы eBay күтпеген жерден Skype-ты 2,6 миллиард долларға сатып алды. Бұл сатып алудың себептері толық анық болмады. Кейбіреулер eBay Skype байланыс құралын өзінің маркетплейс платформасына біріктіруді жоспарлағанын айтады. Сатып алушылар мен сатушыларға бейне қоңыраулар арқылы тікелей қосылуға мүмкіндік береді деп болжады. Бірақ бұл интеграция ыңғайсыз болып көрінді. 2009 жылы eBay Skype акциялар пакетін Silver Lake жеке капитал компаниясы басқаратын инвесторлар тобына сатты. Кейін 2011 жылы Microsoft Skype-ты 8,5 миллиард долларға сатып алды. 2019 жылдың ортасына қарай Skype жалғыз бейне қоңырау шалу құралы болмады. Бұл кезде Zoom өзінің ыңғайлы интерфейсімен және бизнес мүмкіндіктеріне баса назар аудара отырып, бейне конференциялардың үздігіне айналды. Gmail мен интеграциясы бар Google Meet-те көптеген адамдар үшін ыңғайлы болды. WhatsApp-та бейне байланыс функциясын қосты. Сондай-ақ, ең үлкен қауіп Microsoft-тың өзінен Teams платформасынан туындады. 2015 жылы іске қосылған Skype for Business, Zoom және Google Meet сияқты қызметтермен бәсекелесе отырып, іскерлік қарым-қатынасқа бағытталған мүмкіндіктерді ұсынды. Дегенмен Microsoft корпорациясы бұрынғы Microsoft Teams байланыс платформасына назар аударуға шешті. Қолданушыларды Teams-ке көшуді ынталандыру үшін Microsoft 2021 жылда Skype for Business қызметін қолдауды тоқтатты. Бірақ Skype әлі де бар. Ол енді бейне қоңыраулар бойынша көшбасшысы болмаса да, функционалды платформа болып қала береді. Бұл авиакомпания туралы Леонардо Ди Каприо жас шағында ойнаған Catch Me If You Can атты фильммен білетін шығарсыз. Панам кезінде ақш-тың ең ірі халықаралық тасымалдаушысы болған. Бұл бүкіл әлем бойынша ұшқан алғашқы авиакомпаниялардың бірі және қазіргі реактивті дәуірдің көптеген жаңалықтарын енгізген еді. Алып реактивті ұшақтар, компьютерлік брондау жүйелері және авиа тасымалының сән салтанатына ерекше назар аударды. Бірақ ол да уақыт өте келе өзінің банкрот деп жариялады. Компанияның құлдырауына алып келген бірінші себебі 1973 жылғы болған мұнай дағдарысы. ОПЕК мүше елдері мұнай эмбаргосын жариялады. Яғни басқа елдердің мұнай сияқты бағалы тауарлардың немесе шетел валютасын әкелуіне немесе елден әкетуіне тыйым салды. Бұл авиациялық жанармай бағасының күрт өсуіне алып келді. Сол себепті Панама авиабилеттердің бағасын көтеруге мәжбүр болды. Екінші себебі ол 1978 жылы президент Джимми Картердің авиакомпаниялардың реттеу туралы заңы. Заң авиакомпаниялардың бағыттары мен билеттеріне бақылап, олардың мүмкіндіктерін шектеді. Бұл Southwest сияқты кішігірім авиакомпаниялардың дамуы үшін тиімді болды. Бірақ Pan Am сияқты ірі компаниялардың ұшу бағыттарын шектеп, олар үшін бәсекелестік тудырды. Компания үшін тағы бір ауыр соққылардың бірі 1988 жылы Лондон-Нью-Йорк бағыты бойынша ұшқан ұшаққа жасалған шабуыл болды. Ұшақ бортында 270 адам болған және олардың бәрі қайтыс болды. Компанияға қарсы $300 миллион сот ісі басталды. Федералды авиация басқармасы Панамға көптеген қауіпсіздік айыппұлдарын салып, авиакомпанияның қаржылық жағдайын одан әрі нашарлатты. 1991 жылы 8 қаңтарда Pan American World Airways авиакомпаниясы 6-10 жылдық авиа сапарларын кейін банкроттық туралы арыз берді. Сонымен бұл компаниялар сен қаншалықты мықты алып болсан да, күндердің күнінде мүлдем жоқ болып қалудың мысалы бола алады. Кейде бұл заманын өзгеріп, жаңа технологиялардың пайда болуымен байланысты. Кейде жай ғана сәттілікке жетіп алған соң, жан-жақта болған өзгерістерді байқамай, оларға дұрыс мән бермегеннен болады. Бұл тізімге біз канадалық BlackBerry компаниясында қосқымыз келді. Оның ұялы телефондары кезінде кәсіпкерлер мен жастар арасында BBM мессенджері арқасында танымал болған. Бірақ оның құлдырау оқиғасы Nokia мен ұқсас болғандықтан біз олар туралы айтпауды шештік. Тағы басқа мысал ретінде Boeing компаниясын келтіруге болады. Үлкен табыстарға ұмтылып, олар қауіпсіздікке дұрыс көңіл аудармайтын болды. Нәтижесінде олардың ұшақтары бірнеше авиа апатына ұшырады. Қазір бұл компания артта қалып, оның бәсекесі Airbus компаниясы жақсы дамып келе жатыр. Олардың тарихы әлі де жазылып жатқандықтан, олар туралы да айтпауды жөн көрді. Boeing компаниясына қатысты көптеген сұрақтар туындап жатқандықтан, сарапшылар компанияның құлдырауын болжап жатыр. Бірақ бұның бәрін әлі уақыт көрсетер. Сондай-ақ, авиация тақырыбына бірнеше видеомыз шығып қойғандықтан, біз бұл тақырыппен сіздерді жалықтырмайық дедік. Қызық болса, біздің турбуленттілік туралы және лоукостер туралы видеоларымызды көрсеңіздер болады. Осымен біз сіздермен бір аптаға қоштасамыз. Әзірге сіздің ойыңызша болашақта қандай компаниялардың құлдырауы күтілетіні туралы комменттерде жаза кетіңіз.